таң атса кеш болып қалады деп мен өз құдайына мешітке бармаймын аталар мындан аталар мен жолдасқа барамын деген сонда айтады ол кісілер неге өйтіп айтады деп бізге уақыт өту қиын еді сендерге сабаққа келіп үйме жүріп жаңбыр жауса 18 бала жоқ қар жауса онысы жоқ. Бекзат кеше Айбеков сұрайды ағай не қыстыр білмеймін Бекжанның үйінде тұрғызып жүремін Бекзат қайта ол маған тоқылдайды менен басқа адам жоқ па деп Әлі сондай ма? қуат жоқ ғой қуат экзамен бермеймін ғой шекара жоқ қой шекара жоқ оны кейін августта өз балам екен несін дағы үйде рахмет ағай екеуімен ағайдың ұқсайды мейлі оның бәрі өтіп кетті бірақ сендерді көріп құдай қаласа Ерлан Ердоған екен. Ерлан Аптасына неше рет келеді ағай? Иә, бұл айына десең. Ербол бар еді, Ербол жоқ. Көкем бейшара қайтып кетті, Ерболдың үйіне барсам, көкем аты кім еді? Айтады ғой маған. Сол Ербол дейді анау кім үйіне әкеліп берші маған дейді ғой емес. Көкем де қайтып кетті, жақсы адам еді. Енді балдар өмір ғой. Бірақ мен өзім біле тұрып, Құдайға шүкір сендерді өмірге бейім қылып өсірген екенмін деп ойлаймын мен. Дұрыс ана араларында ұсатын бірақ айтарым ғой қай жерде болсаңдар мамамыңдар деп. Құдайға мың айтар бәрі бір отанның иесісіңдер дұрыс па? Әйтеуір семьяларын теріп отырсыңдар, алдыларың ол Астанада университет сұрап көреді. Қалғаны мына жерде керек болса, міне мен өзім Бекзат құда боламын мен деген қыздар. Ауыл қазір бүгін білмеймін, көп адам сусыз қалады соны білемін. Осы да бір бейнет қой балдар. Мен мысалға Ұлданайды көріп, Анарды көріп, Анардың аты ешкі мен анау. Елмира, Анарды сен мен не қылдың ғой сен? Анарынан деп. Бәсе Дәуренбеков салдап тұрған қыз дейді, Анар ғой дейді. Анар емес енді болады. Анар деп жатқанымыз ғой Елмира. Өзі мектепте кезде сізден басқа ешкім Елмира демейді ғой. Жоқ, соны айтамын мынау. Анар деп өтпейді қоямын дейді. Бірақ әйтеуір көкем қызын салдар көкем қыз екен білемін бе Дәуренбеков. Себебі анау не деп фамилия жаттап қаламыз атын кетеміз ғой өзің ашыға. Әлжанға өзіміз мынау шәкіртіміз болды. Кімді жамбылаттардың мұғалім болады да мысалы көріп арнап жүрміз. Бауыржанды ғой Шымкенттен тауып алып, Шымкенттен маған жәрдем беріп айналайын деген сол болсын. Мысалға осының өзі қуанышта әшейін бол ғой балдар сендерге шынын айтайын балдар. Көшеде кетіп тұрып саламатсыз ба ағай деп қойсам соған шелек болып қалар екен сол өзі айтты. Кейін жас келген адам не болады екен не дейді сентиментальный болып қой біреу жақсы болып қалды бәрі қуанып жүре беремін өзі. Кешегінде Түркістанда жүрмін. Біраз проблема болып қалды енді себебі осы болады екен. Жаман енді езіліп жүрмін мен бітпейді жұмысым. Сөйтіп олар Өзбекстан нөмірін 99 бесін ғой. Жаным қалмай ояқта не барамыз. Сөйтсем оқушыларым екен 83-тен. Сөйтіп құда қаласа ертеңге шақырып жатыр. Кейін мен айттым оларға балдар дедім. Сәл проблема болып жатыр еді. Ары бері қарауға шамам жоқ. Ертең құда қаласа өз есесінің балдар ертең анау не болады деп ғой. Күзден бастап ID картама өдірсін. Сол кезде барамын аз барғым жоқ десем, балдар ақша салып жіберді маған. Ағай мына ақшаңыз міне жол кіреңіз бардым. Соған бүгін қылқылдап отырмын сөзін ашығыды. Сен алып кешіңіз не? Ертең 25-тен барамын. Нәсіп қылса ертеңнен кейін сізде 25 болады, 26-тан болады. Одан кейінгі жылы анаяқта бітірген тағы оқушыларым бар. Оларды шақырамын дейді. Сөйтіп өмір естіп кетер екен балалар. Ағайдың ең алғашқы классымыз ғой. Соған балдар құда қаласа белдерің сау болсын. Өздерін жақсы көремін балдар. Айтарым бәрін жақсы көремін деп. Осы сол жақсы көрген неге жүректі орнына қасыңдар. Жас кезімде сендерге жүрек түскен уақытта есім шықпайды. Сол кезде жас болғанымызда сол кезде қатқаннан азырғы тамақтың таты неге жас күнінде деген тамақ татты деп болды. Соған сендер де ертең құда қаласа сендердің бала шағаларың өз 20 жыл құлатса өзі қарап отыр. Біздің сондай болады енді бізге енді жылы қызықтық болады балдар. Мен 69-мын ғой. Ойлаймын қалай болғанымды өмірден кетіп қалды сөздің ашығы. Кейін уже 20 жылдық болған мұғалімдер уже бұндай жаста болмайды екен балдар. Нәсіп қылсын, құда қаласа сендердің қызықтарыңды болайын деп армандап алып сөзің ашыға. Себебі сендер ол кезде бұдан да есері боласыңдар да уже. Небере көресіңдер уже сондай уақыт болады да. Қазір балдарым болса, небере көріп отыратындар. Ана бірақ 3 неберем бар, 5 неберем бар, 2 неберем бар деп отырасың. Сондай күндерді көріп маған нәсіп етсін балдар. Сендердің қуаныштарың, сендердің жетістіктерің менің жетістігін есептеймін. Себебі сендер менің шәкіртімсіңдер. Осы мен жүрегім түбінде орындарың әрқайсың бар. Кеше кім келіп Айбек келіп маған біраз әңгіме болса Айбек мен жаман оқушы көп аттанып қалсам маған түсіндіріп мына Анарды қылса Анар ма еді? Сол сияқты бәрін айттық, бәрінің өзінің әдеті бар ғой, бәрінің өзінің несі бар. Мысалға кім жаңағы еркін мысалға мені көшеде көрсе бұл машина ауыстырып беретін бәле болды соны білмедім. Бір машина деген басқа машина жүретін өлтірді ғой дейді.
мейлі бұлдайды халық қызметінде болмасам еркін дегенің өзі ақкөңіл жақсы жігіт баяғыда көріністер істесек мен мынау болайыншы мен мынау болайын осы классқа мектепке классқа деген сүйіспеншілік шығар осы мысалға да әйтеуір не айтқан болсам да айтқандарымды істеп жақсы болдыңдар ғой айналайын дендерің сау болсын аз қарап болсам бір былай мұғалім екенсіңдер да балалар мұғалім тұрғыздар оңай емес деген кеше айбек айтады қандай проблемаңыз бар проблема анау азың бжб тжб деймін да жаман шаршайсың бар ғой не деп түсіндіруімді білмейсің баяғысында орысты оқысам словарь үйретер ма ана орысша сөздер жаттаңдар деймін мынаны оқыңдар аз ондай жоқ логика дейді ол не қайтып оқы ой ештеңе білмейді ғой вообще қиын бар ғой тағы оны ата ана көрмейді көрсе ағай не беріп бастап айтады сөзің ашық бар ғой Айтамыз үйде айтамыз. страшно бар ғой мен не өтерімді білмеймін сөзің ашық балалар ғой кеше айттым мен сөзім ана жаққа бармайды бірақ осы проблема дедім да баяғыда не жоқ түсінбеймін бар ғой Ағай уайымдамаңыз, сөзін жеткіземіз. жеткізіңдер Сол жерін кесіп аламыздар, жібереміз, уайымдамаңыз. Жақсы нәрсе айтып жатырсыз. мен зауыштап тастамас сені қарадым балдар сөзің ашық мына сендерге істеген мен едім еңбегі шығар өзі білесіз ғой балдар үйме аралап жүретін мұғалім біреу мен едім сөзің ашығы сол басшылар да көрген шығар сол еңбегімді биыл 17 жыл зауышпын балдар сендер 20 жыл болса сендерден кейін уже бағана ажелістан бас шығарған жоқпын мен зауышып кеттім балдар 20 жылдан зауышып кеттім содан кейін балдар иә ол да мысалға бейнетім сыйлаған шығар себебі балдар білесің ғой қайсы бейнетімнің үйлерінде бар ата аналарым араласып шынымен неғыларым ғой балдар естіңдер ме қай жерге болса да бірақ біреуіңді ата анаңа жамандамаған балдар себебі әрқайсысы өзінің мінезің бар еді мысалға айтады ғой жаман оқыды дегенмен ол ертең басқа маман болады деп дұрыс па сен өзің бастан білемін менен нашар оқыған балдар болған қазір алматыда рестораны бар мысалға да мен алматыда кішкентай бөлмемде жоқ мысалға оның рестораны бар сол бейнет кетіп қалады да мысалға бір класстасымыз бар еді параллельде самолетті прокатқа береді екен самолеттің ішіне кіру оңай емес қой самолетті прокатқа беріп ақша алады екен қарап бірге оқыған бала сол үшін әркімнің несі әр жерде екен да балдар ол тек жақсы оқығанда емес бірінші кезек тәрбие екен балдар бірінші кезек ертең сендердің перзенттеріңе білімнен бір тәрбие беріңдер баяғыда кім айтқан ғой атамыз жаңағыдай әл-фараби атамыз айтқан ең жаман деген оқып тәрбиесіз болған дейді одан әрі оқымай тәрбиелі болған жоғары тұрады екен балдар себеп оқып білімі болып тәрбиесіз болса одан артық адамдыққа жаман адам жоқ екен балдар мына ацель бомба болсын анау әртүрлі аурулар тарату болсын басқа түрлі махинациялар болсын барлығы сол оқыған адамдар балдар оқымаған адам істей алмайды сол үшін тәрбие бірінші кезек балдар дендеріңіз сау болып өйстіп жүргендеріңе өте қуаныштымын мені елеп шақырып бәрінің бұны адам өз алдасы көз алдыма мені көріп қуанып мен баяғы астарақ емеспін қап қара шал болғанбыз өзіме мен соны неге қарай кеткенді ана жүрген ақсары келген бала едім мысалға да сөйтіп 26-та жүресің ғой сөйтсем балдар өттің екен балдар бірінші өткенді көрейік мен осыған 2 жыл алдын өтке барып емдедім жарыс күні балдар бір 10 күн жаттым ғой мақсат көрдім ғой кәдімгі тазарып жүрсем өтеген өттен у біледі екен адам қарай кетеді екен балдар сол үшін қашан жас болғыларың келсе қашан әдемі жүргің келсең өттеңдіңдер балдар өт жаман нәрсе екен балдар себебі бауырдың үстінде тұрады бауырда қазақ әдемі болғанда бауыр ауыз айтпайды екен ғой балдар соңғы нүктесі түсіп қалғанша бауыр айтпайды екен ал өт сәл не қылса шаншып жаныңда отырады сол үшін балдар жаңағыдай өтті қарауымыз керек екен балдар дендеріміз сау болу керек екен бастысы нервтарыңды басып өмірге тіке қарап осы өмірдің ыңғайына қарап өмір сүріп балдар бала шағаларын жақсы тәрбие қылыңдар мен сіздерді көріп бүгін көргеніме өте қуаныштымын рахмет балдар айналайын Ал енді орыстың сабағын өтейік десеңіз. Өздерің армандар бар шығарда батында, сендер де бала болып мұғалдың ат қойғасындарың мысалға. Туысқандарың бар, сөйлегендерің бар. Иә, мысалға да. Соған енді сендердің әңгімелерін бұзбайындатқан отын болар ма балдар? Өздері әңгіме тыңдар деп атында. Рахмет балдар. Онда 25 күн жолығамыз ба? Сағат нешеге дегендер? Жетіге ғой? Жетіге. негізі бастаушыда кім білмесін, негізі балалардың мінезі соған қарай қалыптасады да. Сендерде сол апайдың салмақтылығы, білімділігі сондай көрініп тұратын. Мен әлімге дейін суреттеймін да, сендерден кейін мен мектептен кеткеннен кейін мен Талғат дегенде орта мектебінде жұмыс жасадым, не білесіңдер? Иә,
сол жерде біздің мектепке қарағанда ол жердің тәртібі де білімі де басқаша болды. Әлде мен осы жерге өзім туып өскен жерім, осы жерде білім алдым. Мектептің ең мықты классын алып неше жыл жасадым сендер ме? 2 жыл, 2 жыл жетекшілік етті. Мен 2 жыл жетекшілік етсем де біздің жоспарымыз 11 классқа дейін еді, естеріңде ме? 11 классқа дейін біз мынандай тірліктер жасаймыз деп жоспарлайтын едік, естеріңде ме, Бекжан? Талай жақсы есімізде қалатын қызықты күндер болды, иә? Әр дүйсенбі күні апталық не берілетін, естеріңде ме? Дүйсенбі күні үшін сабақтан кейін коридорда бәрімізді жинап, апталық не беретін, линейка беретін еді. Тәртіптен. Саспаға, кірпайып. Қайсы класс көбірек 5 алды, қайсы класста сабақтан қалу аз, е? Сол кезде үнемі нешінші орын алатын еді? Бірінші орын алады. Қайсы недовольный болып отыр, айтыңдар. Мен өзім 2 жыл жұмыс жасаған болсам, менде кәдімгідей өмірлік естелік қалды сендермен бірге, де? Каждыйыңның көз алдында тұрады. Сізге рахмет апай. Сол 2 жылдың ішінде барлық форма, түскен суреттеріміз бар ғой, ертең көресіздер, видеоролик арнайы дайындап жатырмыз. Сол жерде көрсеңіз, тек осы сіз оқытқан уақытта суреттеріміз әдемі шыққан. Мектептегі нағыз естеліктер оқытқан уақытта болғанда. Сондай Қажан апай оқыған кезінде бізге негізі көп бермедіңіз ау. Есімде жоқ. Менің де есімде қалғаны тек үнемі бірінші орын алатынбыз. Барлық тәрбие сағатымызда естеріңде ме? Жұрттың бәрі кіргісі келіп, біздің есімді кете жазып тұрушы еді. Біздің апай келді. Ой, молодец, молодец. Firuz апай. Firuz апай. Газовик. Сен естеп атқан балаңыз ғой. Иә, осы ғой сол. Коллега десең. Балалар отырсаңыз қай кетесіңдер? Бәрінен оздық, бәрінен оздық. Жақсы. Кеше Айбек екеуміз әңгіме қылып еске түсірдік бәрін. Мені мына қызым ерте кетіп қалды, бірақ жақсы деп қоямын. Иә, соны айтып
өкімді. Отырып түсейік та онда отырсаңдар. Все,